Сәлеметсіздер ме, асхана ханшайымдары? Сіздермен бүгін мини корндоктар дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн қажет, ас қасықта 2 қасық қант, шай қасықта 1 қасық тұз және 1 қасық қопсытқыш саламыз. 2 жұмыртқа салып араластырып аламыз. Сосын қанша мөлшерде ұн салған болсаңыздар, сол мөлшерде сүт құйып жақсылап бір массаға келгенше араластырып аламыз. Міне осындай сұйық қамыр масса пайда болу керек. Одан кейін бізге сосискалар керек болады. Сосискаларды майда бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Сосискаларды жаңағы массамызға саламыз, араластырамыз жақсылап. Барлығын түгел салу қажет емес, керегінше мөлшермен салып осылай араластырып алуымыз керек. Одан кейін осындай панировка сухари болады. Осы панировка сухарини салып араластырып, орта пісіріп